Сәлеметсіздер балалар. Бүгін біздің каналда математика 2 сыныптың 4 сабағын өтеміз. Екі таңбалы сандардың графикалық моделі. Бүгін біз сен екі таңбалы сандардың графикалық модельдері туралы үйренесің. Суретке қара, берілген цифрларды пайдаланып 10 мен 20 арасындағы екі таңбалы сандар тізбегін жаз. Бұл жерде, яғни әртүрлі бір таңбалы сандар берілген, топтарға, бірақ сол жердегі сандардан құрастыру керекпіз. 10 мен 20 арасындағы сан, мысалы 11 санын жасай аламыз, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 деген сандарды жасай алады екенбіз. Ары қарай келесі зерттеу екі таңбалы сандардың графикалық модельдеріне қара дейді. Бұл жерде шаршы, домалақ, жасыл ондықтар саны және де шаршы және көк домалақ бірліктер саны болады екен. Енді қарайық. Бұл жердегі А, яғни шаршылардан құрастырылған, және де әр графикалық модельге сәйкес келетін екі таңбалы санды жаз деген, осы сандардың разрядты қосылғыштарының қосындысы түрінде жаз дейді. Бұл дегеніміз балалар аны қарайық. Жасыл шаршы бізде 7 және көк шаршы 5. 7 ондық, 5 бірлік болады, тең 75. Бұны 75 тең 7 қосу 5 деп жазамыз. А есебі 5 ондық, 7 бірлік 57. 57 сан 50 қосу 7 деп жазамыз. Ал соңғы Б вариантын қарасақ, 6 ондық 2 бірлік бар, яғни 62. 62 санын 60 қосу 2 деп жазамыз. Үшінші есеп тапсырмаларды орында. 34 сан әртүсті дөңгелектер түрінде модельдеп көрсет. Мысалға, дөңгелектеп көрсететін болсақ, қызыл дөңгелекпен 3, яғни 3 ондық 30 деген санды 3 дөңгелек қылып белгілейміз қызылмен, 4 бірлікті 4 көк түсті домалақта белгілейміз. 47 санын әртүрлі шаршылардың тұратын сызба түрінде модельдеп көрсет. Яғни 47 дегенде 4 қызыл шаршы және де 7 көк шаршы осылайынан бояп сызасыңдар. Ары қарай келесі 4-ші есеп теңдеулерді тап, оларды шеш. Бұл жерде 8 азайту x теңдеу бола ала ма? Жоқ. 10 азайту x тең 8, бұл теңдеу. 10 азайту x тең 8, x тең 10 азайту 8, x тең 2. Енді тексеріп көрейік. 10-нан 2-ні азайтқанда 8, екі жағы да тең. 10 азайту 3 тең 7, бұл теңдеу емес. 5 артық 3-тен, бұл теңдеу емес. X азайту 8 тең 10, бұл теңдеу. Бұны шығаратын болсақ, x тең 10 қосу 8 дейміз. X тең 18, 18-ден 8-ді алсақ 10, екі жағы да тең, өте дұрыс. Келесі 5-ші есептің берілген орындаймыз. Сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. 30 тең 30 қосу 0 тең 3 ондық. 27 тең 20 қосу 7 тең 2 ондық. Қосу 7 бірлік болады. 59 тең 50 қосу 9, 5 ондық қосу 9 бірлік болады. 93 90 қосу 3 тең 9 ондық қосу 3 бірлік деген сөз. Ары қарай келесі 6-ші есептің берілген орындайтын боламыз. Балалар, сабақ ұнап жатса лайк басып тіркеле кетіңдер. Біздің каналда математика, әдебиет, орыс тілі, қазақ тілі сабақтары бар. Кіріп орындап алсаңдар болады. Ары қарай келесі тапсырма. 42 сан ондықтар разрядындағы цифрдың мәнін бірге арттыр. Бірліктер разрядындағы цифрдың мәнін бірге кеміт дейді. Қандай сан шықты? 42 тең 40 қосу 2, 4 ондық қосу 2 бірлік шықты. 4 ондық 2 бірлік қосу 1 ондық болса, тең 5 ондық 2 бірлік болады. Сонда 5 ондық 2 бірліктен азайтамыз 1 бірлікті. Сонда 5 ондық 1 бірлік. 5 ондық 1 бірлік дегеніміз 51 саны шығады екен. Енді ары қарай соңғы 7-ші, 8-ші, 9-ші есептерді шығарамыз, сонымен сабағымыз аяқталады. Енді 7-ші есептің берілгені есепті шығар. Балалар жұмбақ жасырып ойнады. Бірінші топ 19 жұмбақ, ал екінші топ одан 7 жұмбақ кем жасырды. Екінші топ қанша жұмбақ жасырды? Берілгені бірінші топ 19 жұмбақ, екінші топ сұрақ белгісі 7 жұмбақ кем деп жазамыз. Табу керек, екінші топ жұмбақ деп жазамыз. Шешуі 19-дан 7-ні азайтқанда қанша болады? Тең 12 болады. Жауабы екінші топ 12 жұмбақ жасырды болып
шығады. Ары қарай келесі 8-ші есептің берілгенін орындаймыз. Балалар сабағын алып жатса лайк басып тіркеле кетіңдер. Біздің каналда қазақ тілі, әдебиет, орыс тілі және математика сабақтары бар. Енді 8-ші есептің берілгені дәптердің тор көздерін пайдаланып 26 санының әртүрлі графикалық моделін сал. Осы санның көршілерін разрядты қосылғыштары қосындысы түрінде жаз. Бұл жердегі бірінші 26 санын біз қызыл нүктемен домалақтап екеуін белгілеп, 6-ны мысалы көк қылып белгілесек болады, домалақтап. Немесе шаршыны, яғни 2 шаршы қызыл қылып, 6 шаршы көк қылып белгілесек болады. Немесе үшінші мысалға бір шаршының ішіне 2 нүкте, екінші шаршының ішіне 6 бірлік қылып белгілесек болады. Мысалға 25 дегеніміз тең 20 қосу 5, 27 дегеніміз 20 қосу 7. Әртүрлі көршілерін жаздық. 25, 26, 27 сандары жазылды. 9-шы кел ойнайық, пойыз құрастыру ойыны. Үлгі 4 қосу 6, қосу 7, 17. Келесі үлгі бойынша 1 қосу 4, қосу 9 тең 14 саны шығады. Келесі тағы үлгі бойынша 1 қосу 9, қосу 3 тең 13 болса, 9 қосу 1, қосу 2 тең 12 болады. 6 қосу 4, қосу 5 тең 15 болса, 1 қосу 7, қосу 8 тең 16 болады. Осымен балалар сабақ аяқталды. Соңына дейін көргендеріне рахмет. Сабағына лайк басып тіркеле кетіңдер. Келесі кездескенше сау болыңдар балалар.